Шай адамдар судан кейін жиі қолданатын екінші сусын. Қазақтар шайды ежелден бері қолданып келеді. Шайдың отаны Қытай болғандықтан Қытай саудагерлері арқылы Қазақ даласына жеткен болатын. Бұл жайында ежелгі түркі жазбасында да кездеседі. Бүгінгі видеода шайдың зиянды және пайдалы жақтарын атап өтетін боламын. Көп адамдар шайды ыстықта ішкенді ұнатады. Дегенмен ішілген шайдың температурасы 65 градустан жоғары болса, асқазанға қатты зиян алып келеді. Ас қорыту жүйесіне әсер етіп, рак ауруына ұшыратады. Иранда көптеген адамдардан рак ауруы шыққандықтан Тегеран университетінде зерттеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде ыстық шайды жиі ішкеннен пайда болғандығы анықталған. Тамақтың алдында шай ішуге кеңес берілмейді, себебі шай сілекейді қышқылдандырып, дәм сезуді қиындатады. Сол себепті ас қорыту қызметі нашар жұмыс істеп, тамақ дұрыс қорытылмай адам ағзасына зиян алып келеді. Шай адамдардың көп мөлшерде қант жеуіне түрткі болатын негізгі себептердің бірі. Көптеген адамдар шайды қантсыз ішуді елестете де алмайды. Дегенмен, күнделікті тәтті тамақтардың бөлек шаймен келетін қант адам ағзасына артық көмірсулардың жиналуына алып келіп, ол өз кезегінде майға айналып, адамның артық салмақ тез жинауына себеп болады. Бұл әсіресе орта жастан асқан адамдарға қатты әсер етіп, артық салмақ қостырады. Адам тісін сарғайтады. Шай мен кофе және темекі шегу тіске қақ түсіреді. Адамдар шай, кофеден кейін тісті лайықты түрде тазартпаса, тіске қақ түсіп, артынша тасқа айналады. Қақ пен тіс тасы адам тісінің сұлулығын бұзып, әртүрлі ауыз қуыс аурулардың тез дамуына қолайлы жағдай жасайды. Егер тіске қақ түсіру болса, оны қарапайым тіс щеткасы кетіре алмайды. Тек дәрігер кәсіби тазарту жүргізіп қана кетіреді. Тіс қағын кетіру үшін Airflow қолданылса, тіс тасын жою үшін ультразвук қолданылады. Егер шайда сүт қатып ішер болса, сүт шайда кездесетін барлық пайдалы элементтерді пайдасыз етеді. Шайды аш қарынға ішуге болмайды, себебі ол ас қорыту жолдарын қабындырып, қышқыл келтіретін болады. Шай мен дәріні қатар ішуге болмайды. Зерттеулер нәтижесінде шай дәрінің әсер ету күшін жоятындығы анықталды. Енді шайдың пайдалы жақтарына келер болсақ, зерттеулер нәтижесі көк шайдың зат алмасу процесін жақсартатындығы және диета уақытысында артық салмақтан арылтуға көмектесетіндігі анықталды. Тағы да шайға қатысты зерттеулер нәтижесінде шай ішетін адамдар шай ішпейтін адамдармен салыстырғанда цирроз, стеатоз секілді бірқатар бауыр ауруларымен сирек ауыратындығы анықталды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша инсульт адамның өліміне себеп болатын ең негізгі дерттердің бірі. 75 мың адамды 10 жыл бойы бақылаған зерттеу нәтижесінде ғалымдар шай ішетін адамдардың инсультке шалдығу мүмкіндігі 30%-ға төмендейтіндігін анықтаған болатын. Құрамында флавоноиды бар шайлар жүрекке оң әсер беретін пайдасы бар екені анықталды. Ғалымдар, егер адамдар осы шайды күніне 3 құты ішер болса, жүрек ауруларына шалдығу мүмкіндігі 10%-ға төмендейтіндігін анықтады. Шайда қан айналымды жақсартатын қасиет болғандықтан, шаршап отырған адам ішсе, миына оттек барып, өзін біршама жақсы сезініп, ойлау қабілеті жақсарады. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, мені қолдауларыңызды өтінемін.